Ақшаны бәрі де жақсы көреді, бірақ оны сақтап, әрі көбейту үшін жақсы көру жеткіліксіз. Сіздер байқадыңыздар ма? Банктен ақша алған кезде олар міндетті түрде кепілдікке бірдеңе сұрайды. Ал банкке сіз ақша салып жатқан кезде банк сізге ешқандай кепілдік бермейді. Армысыздар, бұл теңге мания бағдарламасы, және мен оның жүргізушісі Бауыржан Орда. Біз сіздерге қаржылық жетістіктерге жетудің қысқа жолын көрсетеміз. Сондай-ақ өздеріңізбен ойын ойнап, жеңімпазға ақшалай сыйлық табыс етеміз. Бүгін көретіндеріңіз, бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы кім? Теңге шоу айдарынан көресіздер. Неге дефляция инфляциядан да қауіпті? Табыс табу үшін нені сақтандыруға болады? Сақтансаң ғана сақтайды демесе, сақтықта қорлық жоқ дегендей, бүгінде кез келген нәрсені сақтандыруға болады. Автокөлікке қатысты азаматтық жауапкершілігімізді сақтандыру міндетті. Ал Америкада беделді сақтандыратын агенттік жұмыс істейді. Десек те бүкіл әлемде, оның ішінде Қазақстанда автокөлікті сақтандыру, медициналық өмірді, мүлікті, зейнетақыны сақтандыру кең тараған. Бұл сақтандырулар Қазақстанда қалай жұмыс істейді? Толығырақ теңге мания бағдарламасынан білесіздер. Әзірге кірісіміздің шығысымызға болашақта не әсер етуі мүмкін? Сол туралы сөз қозғайық. Қазақстандықтар ғаламтордағы сауда үшін телефоннан төлеуді қалайды. WooPay қаржылық жүйесінің сарапшылары қазақстандықтардың мобильді баланс арқылы қай қызметке жиі төлем жасағандарын зерттепті. Бірінші орында телекоммуникациялар төлемі, екінші орында онлайн ойындар, үшінші орында жүйелі косметикалық компаниялардың тауарлары. Телефон арқылы оңай картасына жиі ақша салып, киноға билет сатып алады екен. Қазақстан автопаркі жастарып жатыр. Бірінші қыркүйектегі есеп бойынша елде 4 миллионға жуық көлік бар екен. Оның 15%-ның шыққан уақыты 3 жылдан төмен деп хабарлайды Energy.com.kz. Статистикаға жүгінсек, ескі темір тұлпар саны жыл санап азайып келеді. Бұл процесті ағымдағы жылы енгізілген ескі көліктерді кәдеге жарату бағдарламасы жылдамдата түседі дейді мамандар. Дефляция әлем экономикасына төнген жаңа қауіп деп мәлімдеді халықаралық валюта қоры. Қордың мәліметіне сәйкес, өткен жылы әлем елдерінің 85%-ында инфляция деңгейі күтілгеннен әлдеқайда төмен болған. Қалған 20%-да дефляция байқалған. Оған мұнай бағасы түсіп, тұтынушылық қабілеттің төмендеп жатқан уақытында ірі әлем экономикасындағы өндіріс қуаттылығының тым артуы себеп. Сақтандыру келісім шарты тұңғыш рет 14 ғасырдың орта шегінде жасалған болатын. Бірақ біздің заманымызға дейінгі 2000 жыл бұрында сақтандырудың баламасы болған. Мысалы, саудагерлер керуенге қарақшылар шабуыл жасаған жағдайда шығынды тараптар бірлесе өтеу туралы келісім жасасқан. Ал Рим империясында отбасы мүшесінің өлімі үшін сақтандыруды төлеген адамға ерекше төлемақы тағайындалатын. Бүгінде сақтандырудың ең өзгеше түрлері Англияда десек болады. Мұнда компаниялар сақтандырады. Егер қызметкері лотерея ойынынан ірі ұтысқа ие болып, жұмыстан шығып кететіндей жағдай болса, жүкті болып қалудан және басқа планеталықтардың ұрлап кетуінен сақтандырады. Назарларыңызда теңге мания бағдарламасы және мен Бауыржан Орда. Қазақстанда мұндай ерсілеу сақтандыру түрлері жоқ. Бірақ қарапайым сақтандырудың өзін түсінбейтіндер көп. Сақтандыру туралы қазақстандықтар нені білгісі келеді? Кім және қандай жағдайда өмірін сақтандыру керек? Ерікті медициналық сақтандыру полисі не үшін қажет? Зейнетақы аннуитеті деген не? Төлемақысы кепілденген сақтандыруды қалай рәсімдеуге болады? Әрі қарай көретіндеріңіз, теңге шоу айдарында кім сауаттылығын көрсетіп ақшалай жүлдеге ие болады? Сақтандыруға қаржы жұмсап құралақан қалмау үшін не істеу керек? Өмірді сақтандыру әлемде кең тараған сақтандыру. Сыйлық ақысының 75%-ы өмірді сақтандырудан түседі. Мұндай сақтандыру тәуекел немесе жинақтаушы болуы мүмкін. Тәуекел қысқа мерзімге жасалады және белгілі бір жағдайдан ғана сақтандырады. Жинақтаушы сақтандыру басқа жүйе бойынша жұмыс істейді. Бұл әрі сақтандыру, әрі депозит сияқты. Егер бір жағдайға душар болсаңыз, отбасыңыз құралақан қалмайды. Сіз сақтандыру шотыңызға үнемі ақша салып тұрасыз. Егер бәрі жақсы болса, бірнеше жылдан кейін салымыңызды қайтарып алуға мүмкіндік бар. Әрине айтарлықтай пайыздық өсім болмас, бірақ қаржыңыз инфляциядан аман қалады. Сақтандыру компаниялары осылай уәде береді. Шынында да солай ма? Теңге мания бағдарламасы мәселенің мән-жайын тереңірек түсіндіріп береді.
Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда міндетті және ерікті сақтандыру түрлері бар. Ерікті сақтандыру оған адам саналы түрде барады. Елде кең тараған мүлікті сақтандыру. Өткен жылы бұл сегмент кірісінің төмендегені байқалыпты. Бірақ жиналған сыйлықақы көлемі түспеген, төлемақы ұлғайған. Десек те сегмент даму үстінде. Ипотеканың арқасында. Себебі банктер жылжымайтын мүлікті сақтандыруға міндеттейді. Негізі көп адамдары ескере бермейтін бір мәселе бар. Тіпті ипотекалық келісім шартта да ол мүлікті пропорционалды сақтандыру, яғни жартылай бағасына. Міне бұл ең үлкен қателік. Неге? Себебі мұндай сақтандыру бағасы қымбат емес. Бірақ төтенше жағдай бола қалған кезде сіз толық соманы ала алмайсыз. Тек жартылай өтемақы беріледі. Мәселен, ипотеканы алайық. Сіз жарна төлейсіз, бірақ үйді жөндеу қажет болған жағдайда сақтандыру сол шығынды жаппайды. Қазақстанда өмірді сақтандыру нарығы мүлікті сақтандырудан кейінгі екінші орында тұр. 2013 жылы тіпті 2 мәрте сыйлықақы жинау көлемі өскен. Бірақ бір мәселені ескерген жөн. Банктерге несие келісім шартында қарыз алушыны өмірін немесе денсаулығын сақтандыруды міндеттеуге заң тыйым салады. Кейде қарыз алушы сұранымының несие алу мақсаты деген графасында автоматты түрде өмірді немесе басқа тұтыну мақсаттарын сақтандыру деп көрсетеді. Қомақты қаржы тұратын полистің сомасында несиеге қосып жібереді. Демек, сіз бұл сомаға да пайыз төлеуге тиіссіз. Мысалы, полиция қызметкері ипотека алған кезде келісім шартқа сәйкес өмірін де сақтандырған. Жұмыс барысында ол қаза тапты. Қайғылы жағдай. Төленбей ипотекасы қалды. Бала шағасы, жұмыссыз отырған әйел бар. Ипотекасын сақтандыру өтемақысы толық жапты. Демек, отбасы баспананы сақтап қалды. Яғни сақтандырудың пайдасы тиді. Демек, мұндай сақтандыру тәуекелді толық жабады деген сөз. Зейнетақы аннуитеті кең таралған жеке тақырып. Зейнетақы жасына жеткенге дейін кез келген адам өзінің зейнетақы жинағанының жартысын сақтандыру компанияларына ауыстыра алады. Әрине, егер зейнетақы сомасы сондай мүмкіндік берсе, мұндай жағдайда барынша мұқият болу керек. Себебі заң бойынша салым ақшаны мұрагерлікпен алуға мүмкіндік бар. Десек те, кейбір сақтандыру компаниялары келісім жасағанда бұл заңды елемей мұрагерлерге тиісті қаржыларын беруден бас тартады. Зейнетақы аннуитетінің артықшылығы ол зейнетақы жинақтары жеткілікті болған жағдайда әйелдер үшін 50 жастан, ерлер үшін 55 жастан бастап төлемдер алу мүмкіндігі. Оны сатып алу критериялар бар. Зейнетақы аннуитетін қамтамасыз ететін ең төменгі зейнетақы көлеміндегі кіріс болуы керек. Зейнетақы жинағы белгілі уақытта таусылып қалуы мүмкін. Ал зейнетақы аннуитеті таусылмайды. Белгіленген сомада өміріңіздің соңына дейін төленеді. Бұл ең басты артықшылығы. Ал қазақстандықтар денсаулықтарын сақтандыруға асықпайды. Бірақ 2018 жылдан бастап медициналық сақтандыру міндетті болады. Медициналық және ерікті сақтандырудың тиімді тұстары көп. Сыйлықақы үнемі жоғары. Яғни 1000 теңге төлесек, 10 000 теңгеге емдейді. Ең бастысы, компания таңдауда қателеспеу керек. Оның беделі туралы медициналық ассистансы және шетелдегі өкілеттігі жайында, сонымен қатар келісімнің қандай мәселелерді қамтығанын нақты біліп алған абзал. Шетелге шығатындар үшін медициналық сақтандыру алу өте маңызды. Меніңше, онсыз шетелге шығуға болмайды. Түсінесіз бе, қандай жағдай боларын білмейсіз. Шетелге саяхатқа шығудың өзі тәуекел ғой. Сақтандырушы үшін бұл бизнес. Сондықтан да олар барынша үнемдеуге аз төлеуге тырысады. Тек келісімге мұқият болып қана қоймай, сақтандыру жағдайы туындағанда не істеу керектігін біліп алған жөн. Мысалы, келісімде көрсетілген уақыттан кешігіп хабарлассаңыз, қажетті анықтама қағазыңыз болмай қалса, төлемақының жартысынан айырыласыз. Барынша мұқият болыңыз. Дәл қазір 10 000 теңге кімге бұйырады? Теңге шоу айдарын тамашалаңыздар. Онлайн сақтандыру әлемдік және қазақстандық тренд. Бұл өте ыңғайлы әрі тез полисті елдің кез келген бұрышынан және шетелде жүріп те рәсімдеуге болады. Ғаламтор болса болғаны. Тағы бір әлемдік тренд табиғи апаттардан және экологиялық тәуекелден сақтандыру. Соңғы 30 жылда табиғи апаттардың саны 3 есе өскен. 2013 жылы жер бетінде айтарлықтай шығын келтірген 880 ірі апат тіркелді. Еуропада тосын оқиғалардан сақтануға тырысады. Олар компания немесе жеке мүліктерін өмірлерін сақтандыруға құлықты. Мұндай үрдіс Қазақстанда да байқалып жатыр. Сіздермен бірге Теңгемания бағдарламасы. Біздің бағдарламада қаржылық сауаттылық лезде табыс әкеледі. Теңге шоу айдарына назар салыңыздар. Армысыздар, құрметті көрермендер, қала тұрғындары және қонақтар, бұл Теңгемания бағдарламасы және Теңге шоу айдары.
Ендеше бүгінгі ойынға қатысып, менің қолымдағы 10 мың теңгені алғысы келетін азаматтар болса, қол көтерсін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Келіңіз, сізді шақырам. 3 шетінде тұрған жігіт сіздерді шақырайын. Сонымен, құрметті көрермендер, мінекей 5 ойыншы суырылып шықты. Менің қолымдағы нағыз таза ақша 10 мың теңге. Түнімен отырып, осы 10 мың теңгенің суретін салдым. Өте әдемі шықты. Сондықтан да мен оны осы конверттің ішіне салып қоямын. Сонымен бірінші ойыншымыздың есімі Мағжан. Мағжанға қошеметтеріңіз қайда, көрермендер? Екінші ойыншымыз Олжас. Шамил. Айдос. Бауыржан. Менің де есімім Бауыржан. Шапалақ. Ендеше мынадай сұрақ. Оп-оңай сұрақ. Мемлекеттің, кез келген мемлекеттің ақша бірлігі. Бірінші болып қол көтерген адам? Валюта. Әрине, жауабыңыз дұрыс, Мағжан. Ду қол шапалақ қойыңыздар Мағжанға. Екінші сұрақ. Мемлекеттің басты қаржылық жоспары қалай аталады? Бюджет. Әрине, бюджет. Екінші кезеңге өттіңіз, мен сізді құттықтаймын. Қайсы бір іске капитал салатын жеке тұлға немесе компания? Инвестор. Әрине, жауабыңыз дұрыс. Сонымен бізге 3 адам 3 сұраққа жауап беріп, екінші кезеңге өтті. Ал сұраққа жауап бермеген екі жігітпенен мен қоштасам. Айыпқа бұйырмаңыздар. Сау болыңыздар. Қошемет. Шығарып салайық. Екінші кезең. Сақтанушыға беретін белгіленген үлгідегі құжаты. Бірінші болып қол көтерген азамат бар, Сақтандырушы полис. Әрине, сақтандыру полисі. Жауабыңыз дұрыс. Сақтандыру келісіміне және заңға сәйкес сақтанушының сақтандырушыға төлейтін төлемі қалай аталады? Бірінші болып Олжас көтерді. Сақтандыру ақысы. Сақтандыру ақысы емес, бірақ сақтандыру сыйақысы. Қалай болғанда да жауабыңыз дұрыс, Олжас. Міне, екі жігіт финалға өтті. Мағжан мырза, сізбен қоштасамыз. Шығарып салайық. Шапалақтың барлығы сіздер үшін. Сізге қол соғып жатыр. Көрермендердің есіне сақтандыру сыйақысының сомасы ерекше үлгіде есептеледі және ол көптеген факторларға байланысты. Оның көлемі сақтандыру бойынша төлемдердің көлемін анықтайды. Ендеше тыңдаңыздар. Сақтандыру нысанын пайдалану барысында адамның мүлкіне немесе өміріне, денсаулығына келтірген зиян және нұқсан үшін тұлға алдындағы жауапкершілік қалай аталады? Бірінші болып Айдос қол көтеріп тұр, Адамгершілік, құқықтық бұзушылық. Деп есептейсіз, қалай? Адамгершілік, құқықтық және құқық бұзушылық емес. Жауапкершілік. Айдостың берген жауабы адамгершілік, құқықтық жауапкершілік дейді. Негізі дұрыс емес, бірақ дұрыс жауапқа жатқызуға болады. Өйткені адамгершілік емес, азаматтық, құқықтық жауапкершілік. Сондықтан да Айдос бірінші болып қол көтердіңіз және де сіздің жауабыңыз дұрыс. Мен сізді құттықтаймын және көпшіліктің алдында 10 мың теңге салынған конвертті мен сізге табыстаймын. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ұтысыңыз құтты болсын. Құрметті көрермендер, бұл Теңге Мания бағдарламасы және Теңге шоу айдары. Көріскенше күн жақсы болсын. 5 жыл бұрын дүниежүзілік сақтандыру сыйлық ақысының көлемі 4,5 триллион доллардан асқан. Әлемдік сақтандыру нарығының 1/3 бөлігі ақштың үлесінде, басым бөлігі Жапония, Ұлыбритания, Қытай және Францияның үлесінде. Онда шын мәнісінде адамдар өздеріне, туған туыстарына және ақшаларына алаңдаушылық білдіреді. Негізі мұндай қызмет жер бетінде әр адамға қолжетімді. Біздің бағдарламамызға қатысып, қаржылық сауаттылықтарыңызды көрсетіңіздер. Теңге Мания бағдарламасы баршаңызға табыс тілейді. Қайта жүздескенше күн жақсы.